Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Өздеріңізбен амандықпен тағы да өстіп жүздесіп отырғаныма қуаныштамын. Мен бүгін осы бала тәрбиесі жөнінде тағы да бір ойлармен сіздермен бөліскім келіп отыр. Мысалдар келтіру арқылы енді сіздерге пайдасы тиеді деген ойдамын. Біз көбінесе айтамыз ғой, енді білеміз барлығымыз, баланың тәрбиесі негізінен семьяда. Солай деп айтамыз, бірақ көбінде біз семьяда олай істей алмай қаламыз, дұрыс тәрбие бере алмай қаламыз. Біз негізі ең алдымен ата-аналар өзіміз тәрбиеленуіміз керек еді. Содан кейін барып балаларымызды дұрыс тәрбиелей алатын едік. Мәселен, бір мысал айтайын. Ең алғашында осы жерге келіп Арланды біз мектепке кіргеннен кейін, бір 2 апта оқығаннан кейін бір күні жұма күні келді. Жұма күні мен тамақ жеп болып ыдыстарды жуғалы жаттым. Сол кезде жаныма келіп айтты: "Мама, біз класста күнде бір ойын ойнаймыз" деп, соны телевизордан қойып берді ғой, әнін. "Осыны біз былай ойнаймыз, бірақ менің қолым, әрекетім келмейді мама осыған" деп сөйтті. Соны естідім да, мен енді көп ыдыстарды жуайын, енді содан кейін жата қаламыз ғой деп енді шаршап тұрдым да. Бірақ сөзін естіп дереу қойшы деп ыдыстарды қоя салдым да, келіп отырып қане көрейінші деп көрдік бірге. Соны қалай істейді екен деп едім, айтып берді. "Жарайды, онда бірге үйренейік осыны" деп Әсема үшеуміз отырып алдық та үйрендік. Алдымен қолды қағады екен, одан кейін санды қағады екен, солай жезу бойынша, пай бойынша істейді екен ғой. Содан кейін әгіні 1 сағаттай үйрендік. Үйреніп, Арлан сондай жақсы қол әрекеттер келіп кетті. Содан кейін "Келді ғой балам, міне жақсы істейтін болдың ғой" деп едім. Мама, мен істеп кеттім ғой" деп сөйтті. Деп телевизорға қарап отырдым. Содан кейін мені тас қып құшақтады да, сол жағымда отырған жылап жіберді. "Мама, рахмет" деп. Ренжімеңіздер, енді көңілім бос, осындай бір жүрек тебірентетін нәрселерді айтқан кезімде, көрген кезімде көзімнен жас тез домалап кетеді. Сонымен айтады да: "Мама, рахмет саған, маған үстіп үйретіп қойғаныңа рахмет. Мен класста енді балалармен ілесіп істей алатын болдым" деді да. Енді оңай емес қой. Мысалы, Арлан келе салды да, бүткіл басқа тілде сөйлейтін балалардың арасына кіріп кетті. Дәл бір 9 жас кезең, Гуанже енді өте бір маңызды кезең ғой. Оңай емес оған. Мысалы, Қазақстанда оқығанда ол үздік болып оқыды. Енді келіп біртүрлі бәрін білмейтін секілді болып, солай болып қалды да. Оңай емес болды. Егер мен сол кезде соны түсінбей, сол жағдайда мысалы өзім шаршап тұрғанымды ғана ойлап, осы ыдыстарды тез жуып тастайын деп соған ғана беріліп кеткен болсам, балама болды деп жөн салғана қарайсап, онда мүмкін оның көңілінде көп нәрселер желіп қалады ғой. Одан кейін кеше оқудан түсіп келе жатқанда балам айтты да, оқудан түскеннен кейін бұлар тағы бір классқа барады. Ол класста тапсырма орындайды. Сол жерде тапсырма орындадық. Өте оңай екен, мен дереу жазып болдым. Досы бар болатын бір. Сол досым әлі жаза алмай отыр екен, қиналып, білмей сөйтіп отырды. Содан кейін мен үйреттім деді. Үйретіп едім, білмей қойды. Қанша айтсам да білмей қойған соң, мен айттым: "Болмаса сен менікін жазып ал да, содан кейін барып біліп аласың" деп сөйттім. Сонымен ол менікін көшірді мама деп сөйтті. Деп мен ештеңе айтқам жоқ, тек қана тыңдадым. Онда біліп алды ғой әйтеу деп едім. Деп сөйтті. "Жарайсың балам, алдымен түсіндіргенің дұрыс болыпты. Түсіндіріп білмей жатса, сен дұрыс нәрсесін, өзіңнің дұрыс жазғаныңды айтып, одан кейін және де ішкерлеп түсіндірсең, ол да біліп алса, ол да сенімен бірге дамиды" деп сөйтіп айттым. Мен сол кезде ойладым да, неше түрлі адамдар жетеді ғой, мысалы, кейбір ата-аналар айтатын: "Қажеті жоқ балам оларға көшіртудің, ол сенен асып кетуі мүмкін" деген сөздерді айтатын да ата-аналар болады. Олай баланың, бір пәк баланы олай бұзбау керек деп ойлаймын мен. Сонымен бүгін таңертең балаларды мектепке апарып тастап келе жатқан жолда мен жолдасыма айтып бердім ғой: "Осылай болды, кеше Арлан үстіп айтты" деп едім. Мен жолдасым айтады: "Егер мен болған болсам, менің ойымда да сол неге оған көшірттің деген ой болады да, бірақ мен үндемей қойушы едім. Сен жарайсың, сөйтіп түсіндір деген сөзді де айтпаушы едім. Менің ішімде де біраз өзімшілдік болушы еді, тек қана Арлан дамысын деген ой болушы еді" деп сөйтті. Сол секілді енді өзімнің сол кездегі дереу бір ойлай алып, сондай бір тәрбиені бере алғаныма қуандым. Сол үшін менің айтқым келетіні,
бала тәрбиелеймін десеңіз, алдымен өзіңіз тәрбиеленуіңіз керек деп ойлаймын. Ата-аналарымыздың бізге берген тәрбиесі, ол кісілердің күші жеткенше берген тәрбиесі. Енді қазіргі заманда не көп, кітап көп, күріс көп. Мысалы, бала тәрбиесі жөнінде үйренсеңіз болады, кітаптан оқысаңыз болады. Ғылыми түрде оқығанда да албаты кітап, ана кітап, мына кітапты оқи бермей, нақ бір дұрыс жазылған сондай чуанвейді мынандай кітаптарды оқу керек деп ойлаймын. Одан кейін сол семьяда дұрыс сөйлеу керек балаңызға. Мысалы, ұсақ түйек ісіңізбен шұғылданып жүріп, балаңыздың бір ауыз сөзін мән бермей қалып, үлкен бір мәселені шығарып алмау керек деп ойлаймын. Сол үшін әрқашан ата-ана болғаннан кейін сабырлылықпен балаңыздың сөзін тыңдай біліңіз, олармен сөйлесе біліңіз. Біз ойлаймыз, баламызды ерекше қылып шығарсақ, ол бір атақты доғдыр болса, ерекше сақшы болса, болмаса ғалым болса, жазушы болса деп үлкен армандарды армандаймыз ғой. Бірақ осы кәсіптердің бәрін істеуден бұрын балаңыз әдемі бір адами қасиетке ие болып өсіп шығатын болса, онда сіз мынандай жетістікке жеттім дей берсеңіз болады.